Ассалаумағалейкум, құрметті ауылдастар, құрметті ауыл арнасының көрермендері. Сіздермен мен Сыпабек Маратбекұлы. Бүгінгі видеода тақырыптан көріп тұрғандарыңыздай жарты соттық жерден 2 айда қарапайым картоп егіп 72 мың теңге қалай табуға болады. Немесе 10 соттыққа егіп 2 айдың ішінде 1,5 миллион қалай табуға болады. Міне осыны қазір сіздерге дәлелдеп көрсетеміз. Менің алдыңғы видеоларымның бірінде осы картоптың жалпы органика екендігі жөнінде видео шыққан болатын. Енді қазір соны математикалық тұрғыдан салып есептеп көрсетеміз, алла бұйыртса. Бүгінгі таңда Қазақстаннан Кореяға немесе Англияға тағы басқа жақтар ғана тиктокта көп шығып жатыр ғой. Жұмысқа кеттік, сол жақтан пәлен тауып жатырмыз, түген тауып жатырмыз деген былайша айтқанда еңбек мигранттары шетелге барып сол жақтан ақша тауып соған қуанып жүр көп қандастарымыз. Осы ретте біз өзіміздің міне қазақтың жерінен ақ жақсы табыс табуға болатынын дәлелдеп көрсетеміз қазір. Мына жер менің бауырымның кішігірім егін жері. Бұл жерге картоп егілген. Мына жер міне қазір осы мен тұрған жерден мына жерден анау тұрған талға дейін шамамен 10 метр бар. Былай қарай 5 метр бар. 10-ға 10 бір соттық болса, 10-ға 5 жарты соттық болады. Енді қараңыздар, мына қазылып жатқан жер, мына картоптар алынып жатқан. Осы жерден бастап бауырымның айтуы бойынша ана басына дейін 2 қап алуға болады екен. Яғни 10 метр жерден 2 қап алуға болады екен. Енді 2 қап шамамен 40 килограммдық қаптан есептеген кезде былайша айтқанда 80 килограмм болады. 80 килограммнан көбейтетін болсақ 150 теңгеде нарықта килограммы картоптың. Сонда 12 мың теңге болады екен. Енді мына жаққа қарай тағы да 5 арық бар. Сонда жалпы 6 арық болатын болса, әр арықтан 12 мың теңге болған кезде 6 арықтан жалпы 72 мың теңге істеуге болады екен. Көріп тұрсыздар ғой достар. Сұйық биогумус берілген бұл жерге. Яғни осындай өнімділік алуға болады сұйық биогумуспен. Енді өздерін есептеп қараңыздар. Былайша айтқанда жарты соттық жерден 12 мың емес 72 мың теңге, яғни 6 арықтан алған кезде бір соттықтан 144 мың теңге табуға болады. Бұл факт енді. Бауырымыз қазір өзі айтады. Дұрыс па досым? Бір арықтан мына жерден ана басқа дейін 2 қап алып жатсыңдар, Мына қазылып қойған ғой мынау. Қазылып қойған. Өзі айтыпты мұны. Фактімен 2 қап алдық деп тұр. 50 килограммдық қап емес, енді 10 емес. Одан сәл кішірек қап 40 килограммдай болады деп тұр. Көрдіңіздер ме қандастар? Сонда мына айналдырған жарты соттық жерден былайша айтқанда 72 мың теңге ақша істеуге болады. Ал енді бір соттық жерден 144 мың теңге ақша істеуге болады. Енді қазақтың несі көп деген кезде ең әуелі бәрінің ойында болатын нәрсе ол қазақтың жері көп қой. Өлдім әрбір қазақтың үйінде. Мына жақтан негізі бау егіліп тастаған. Әйтпесе досым үйінде де бар негізі. 3, 4, 5, 6 соттық жер жатыр мына жерде. Бұл жаққа бау егіліп тастаған. Енді бұлай егілмеген үйлер қаншама. Қайта бауырымның бәрекелді. Алла разы болсын. Игеріп жатыр қазақтың жерін. Ал егілмей құр 2 соттық жер әрбірінің үйінде жатыр. Бір соттықтан жаңа есептедік 144 мың теңге болса, 2 соттық жерден 2 айда піседі дедің ба бауырым? Қашан ектің картопты? Апрельдің 20-сында. Апрельдің 20-сында. Бүгін маусымның 25-е, 24-і. Көрдіңіздер, 2 айдан сәл асты. Яғни сол уақыттың ішінде 2 соттық жерден былайша айтқанда 280 мың ақша істеуге болады, құрметті достар. Ал бұл енді есіктің алдындағы 2 соттық жерден істеуге болады. Біреулердің үйінде бар, мәселен, мына көршінің үйін көрсетейікші міне. Көршінің үйін қарайтын болсақ, анау міне. Ағаштарға шейін бір жоқ дегенде 5-6 соттық жер бар. Ол деген сөз 2 айдың ішінде сол 5-6 соттыққа егетін болса, 700-800 мың ақша істеуге болады. Ал 10 соттыққа егетін болса, 2 айдың ішінде 1,5 миллион істейді. Енді оның шығындарын алып тастай қояйық, мақұл. Бір 300 мыңын алайық. Бірақ бауырымның айтуы бойынша бұған анау айтқан адамның күші де керек жоқ екен. Дұрыс па досым? Егесің түйіммен, одан соң суғарып тұрасың, жаңағыдай колорадский жук деген болады. Соған кішігірім әкеп
зиянкеске қарсы дәрісін береді. Сонымен болды. Былайша айтқанда, ол енді семейный бизнес болатын болса, ешкім төлемейді. Өткен отбасылық адамдар жұмыс істейді ғой. Сонда міне көріп тұрғандарыңыздай қарапайым айналдырған 200 соттық жердің өзінен 400-500 мың ақша табуға болады екен достар. 10 соттыққа егетін болса, 1.400.000 мыңдай ақша ұстауға болады. Енді ол сами былайша айтқанда ең минималды есеп қой. Қазақта не көп, жер көп, жаңа айтқандай. Ауыл шаруашылық жерлер бар мысалы, гектарлап. Ауыл шаруашылық суармалы жерлердің өзі бір 40 соттық, 50 соттық болатын болса, енді есептей беріңіздер. 10 соттықтан 1,5 миллион ақша ұстасаңыздар, сонда 5 соттықтан қанша есептеңіздер енді. 6-7 миллионды былайша айтқанда 2 айдың ішінде ұстауға болады. Енді ауызбен айтқанға оңай ғой енді, бірақ еңбек ету керек. Бірақ ешкім қазір ойнап күліп ақша таппайды, бәрі еңбекпен келеді. Кореяға барса да, Кореяда қазір бауырларымыз бар, біздің ауылдан кеткен мысалы ағаларымыз бар, өзіміз баяғыда көңіл тапқырлар клубында ойнағанбыз. Өміржан деген ағамыз бар. Енді оңай емес жұмыс. Барып келіп жатқан бауырларымыз айтады, ол жерде де кәдімгі қара жұмыс істейді. Ешкім Samsung компаниясының топ менеджері отырғызып қойып қазақтарды. Сол жерде отырып, былайша айтқанда офисте отырып ақша таппайды. Қара жұмыс ол жақта да. Англияда жүргендер бар, құлпына егіп мәселен. Сон енді Англияда жүрсе дұрыс үйреніп келу керек, қазақтың жерінде істеу керек. Жаңағыдай ауыл шаруашылық жерін алатын болса, акиматтар береді қазір мәселен. Жерлер қайтарылып жатыр. Мемлекетке салық төлесеңіз болды, ең бастысы. Сондықтан міне көріп тұрғандарыңыздай 10 соттықтан 2 айдың ішінде 1,5 миллионға жуық ақша істеуге болады екен. Сондықтан осындай әуелі ауладан бастау керек. Міне бауырым осы жерден кішігірім жат соттықтан істеп жатыр. Алла бұйыртса, енді алдағы уақытта кеңейтетін болса, ниеті болса, істеуіне болады бұл бауырында. Сол сияқты сіздер де істесеңіздер, нұр үстіне нұр. Андрей Серлестің мысалы енді ол мүлде керемет. Қазір айтып отқан баға, айтпақшы, ол сіздерге базардың қарапайым 150 теңгелік картобы деп жатырық біз. Оны егер жақсы жарнаманы істесеңіздер, Алматыға барып Есентай сияқты жерлерге өткізсеңіздер, Есентайдан сәл төменірек Атакент сияқты, Апорт сияқты сауда орындарын өткізсеңіздер, соның өзінде 400-500-ден өткізуге болады. Керек болатын болса, нитратометр алып аласыздар. Нитратометрді мынаған тағасыздар. Сөйтесіздер де өлшейсіздер. Міне нитратты осынша. Денсаулыққа былайша айтқанда ешқандай зияны жоқ, пайдалы. Соны дәлелдейсіздер де оны қымбаттау бағада сатуға болады. Ал енді стрелес сияқты пысықтар болатын болса, ол кезде былайша айтқанда Lexus 470-ті ма, 570-ті ма мініп аласыздар ғой. Қазақстанда жүріп, алла бұйыртса. Өзімде ойым кетіп қалды, негізі YouTube'да бәрін қойып картобеген ба деген. Алла бұйыртса. Сондықтан бұл жақсы бір сіздерге ағартушылық ақпарат болсын. Жасаңыздар, тек табиғи таза тағам тұтынайық, алла бұйыртса. Табиғи тыңайтқышпен өнімділікті арттырайық, алла бұйыртса. Қазақстан агродержаваға айнала алатын мемлекет. Видео ұнаған болса, видеоға лайк басып, астына пікір қалдырыңыздар, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Видеоның ең бастысы жаңағыдай Кореяға кетсем ба деп жүрген бауырларға жіберіңіздер. Қазақтар көрсін иншалла. Жақсы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух.